формула көп, теория түсініксіз, бәрін есімде сақтай алмаймын деп уайымдап жүрсің ба? Тоқта, мен саған қазір физикадан жоғары балл алу үшін барлығын зубрить етудің қажеті жоқ екенін көрсетемін. Дәл осы видеоның соңына дейін қара, сонда сен нақты ОБТ физикасының құрылымын түсінетін боласың. Ең алдымен тесттің форматына тоқталайық. Тестте 40 сұрақ бар. Оның 25 сұрағы бір жауапты, 5 сұрағы контекстік, 5 сұрағы бір немесе бірнеше жауабы бар, ал қалған 5 сұрағы сәйкестендіру тапсырмаларынан тұрады. Тест мазмұны физика пәнінің барлық негізгі бөлімдерін қамтиды. Олар мынадай ірі блоктарға бөлінген. Механика тақырыбы ішінде кинематика, динамика, статика және сақталу заңдары. Жылу физикасының ішінде МКТ негіздері мен термодинамика. Электр және магнетизм тақырыптары электростатика, тұрақты ток, магнит өрісі және электромагниттік индукция тақырыптарын құрайды. Тербелістер мен толқындар механикалық және электромагниттік болып бөлінеді. Оптика бізде жарықтың геометриялық және толқындық қасиеттері. Кванттық физикасы атомдық және ядролық физика негіздері болып бөлінеді. Ал ең соңғы салыстырмалылық теориясы релятивистік механика элементтері болып бөлінеді. ОБТ-дағы қиындық деңгейлеріне тоқталсақ, тест сұрақтары 3 деңгейден тұрады. Ең алдымен А деңгейлі сұрақтар барлық сұрақтың 50%-ын құрайды. Оларды шешу үшін саған базалық білім, физикалық заңдарды білу және қарапайым формулалармен есеп шығара білуің қажет. Одан кейін бізде Б деңгейлі сұрақтар барлық сұрақтың 30%-ын құрайды. Оларды шешу үшін саған формула түрлендіру, деректерді талдау және салыстыра білу қажет. Одан кейін С деңгей барлық сұрақтың 20%-ын құрайды. Оларды шешу үшін саған бір немесе бірнеше заңдармен формулаларды біріктіріп, онымен қоса күрделі модельдер мен теорияларды тани алуын қажет. Айтқандай, ОБТ-да физикадан 40 сұрақ келеді. Бірақ білесің бе, дәл осы 40 сұрақтың жартысынан астамы, яғни 23 сұрағы тек қана 3 бөлімнен: механика, жылу физикасы, электр және магнетизм тақырыптарынан келеді. Сондықтан ОБТ-да физикадан жоғары балл алу үшін дәл осы 3 алпауытты мощно қылып меңгеріп алғаның жөн. Бірақ бұл қалған тақырыптарды оқыма деген сөз емес. Оқы, бірақ жүйемен. Мысалы, тербелістер мен толқындар тақырыбын бірге оқыған өте тиімді. Мұнда бастысы математикалық және серіппелі маятниктердің айырмашылығын және дыбыс пен жарықтың қасиеттерін білу. Сонда 4 балл өз қалтаңда қалады. Оптикада линзаның формуласы мен жарықтың сынуын білу міндетті. Онымен қоса ОБТ базасында көбінесе суретпен сұрақтар келгендіктен, олармен көбірек практика және жұмыс жасағаның жөн. Ал салыстырмалы теорияға келсек, бұл саған берілген тегін балл деп есептесем болады. Себебі бұл тақырыпқа байланысты бар жоғы 2-3 формула ғана бар. Бірақ по секрету айтайын, біздің оқушылар дәл осы тақырыпқа барлық есептерді формуласыз-ақ та шығара алады. Оған себеп Шаринган ағайдың оларды оңай шешуге арналған кестесі. Ал сен оны төмендегі сілтемеге өтіп біздің телеграм-каналдан ала аласың. Кванттық физика атымен қорқытқанымен есептері механика есептеріне қарағанда әлде қайда жеңілірек. Тек фотоэффект теңдеуі, бор постулаттары, Планк тұрақтысы сияқты тұрақты сандармен жұмыс жасай алуын жеткілікті. ОБТ-дағы ең халявный балл ол контекстік тапсырма. 5 баллды алу үшін саған ең бастысы мұқият оқу қажет. Мәтінді дұрыстап оқысаң, кемінде 2 баллдың жауабы дәл сол мәтіннің ішінде тұратын болады. Сондықтан бұған тиянақтылықпен қарағаның жөн. Видео пайдалы болса, лайк басып каналға тіркеліп қой. Бұдан да басқа ОБТ форматы, мамандықтар, нұсқа талдаулар және тағы да басқа пайдалы ақпараттарды ала аласың. Сәттілік, жас тілек.